қазақтың ұлттық қолданбалы бұйымдарымен таныстық. Осыған дейін біз қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдарымен танысып келдік, яғни жүнмен жұмыс жасауды үйрендік. Жүннен алқа жасаймыз. Яғни жүнмен жұмыс жасаған кезде осы сараманның жұмысын орындаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты еңбек құралдарын тиімді қолдану. Біздің бүгінгі жасаған жұмысымызға дискриптор, яғни жұмыс орнын дайындаймыз. Жүн нобайға сәйкес таңдаймыз. Міне, енді өткен сабаққа шолу жасап жіберейікші. Өткен сабақта біз жүнмен жұмысты таныстық. Жүнге кішкене миға қозғау жасайық. Миға шабуыл ретінде мен сіздерден сұрақ қояйын. Кім жауап береді? Сол жауап берген қыздарға мен керемет мынандай смайликтер алып бердім сіздерге. Яғни қалыптастырушы бар ретінде, осыған жауап берген қыздарға осыны беремін. Сұрақ яғни сіздерге. Кәні, кім жауап береді екен? Жүннің неше түрі бар? Абжыр. Кім жауап береді қазір? Жүннің екі түрі бар. Біріншісі жүн, иә. күзем жүн, екіншісі жабағы жүн. жабағы жүн. Күзем жүн ол күзде қырқылатын жүндердің бірі, ал жабағы жүн дегеніміз ол көктемде қойдың жүні қырқылатын жүндердің бірі. Қазақтың бізде ұлттық бұйымдары бар, қазақтың бізде ұлттық бұйымдарымыз бар, бізде жүннен жасалатын көбісі. Кім айтады? Қандай бұйымдары бар бізде қазақтың ұлттық бұйымдары? Қазақтың ұлттық жүннен жасалатын бұйымдардың бірі киіз, иә, киізді басып, яғни апаларымыз ертінде басып әдемі киіздер жасаған. Киізді біз не үшін қажет бізге? Не істейміз оны? Төсеніш үшін, иә, төсеніш ретінде және киіз үйдің несін қаптайды? Ішін сыртын қаптау үшін. Жарайсың. бұл жаңағы ыдыс-аяқтарды сақтайтын қоржындықтар. Ыдыс-аяқтар қоржынды жүннен жасалатын бұйымдар, иә, жарайсың. Ата-бабаларымыздың бұл ерте заманғы уақытта апаларымыз арнайы не істейді? Киіз басатын, білесіңдер ма? Қазір сендер өсіп кеттіңдер, сендерден бұрынғы апаларымыз бір үйге жиналап, барды сол жүнді сабайды, сабап жаңағы түр жасайды. Сөйтіп бір үйде бәрі ауылдың адамдары, жастары, әсіресе жас әйелдері келіп жиналып, не істейді? Киіз басып. Ол өнер қазір қалып бара жатыр, бірақ қазір заманауи түрленіп жатыр. Киіз басу өнері заманауи түрленіп жатыр. Сондай сияқты сол заманауи киіздің өнер, киіз басу тәсілімен бізде міне бақыт айтып береді қазір біздер Ая Бапани деген дизайнер жайлы. Ая Бапани естіген кезде біз қолдан жасалған бұйымдар, жүннен құрылған заттарды естідеміз. Ая Бапани Қазақстанда алғашқы шыққан дизайнерлердің бірі. Оның өнері бүкіл әлемде танымал десек болады. Осы алғашқы жүннен жасалған бұйымдарды, көркемдік киімдерді бар. Ең алғашқы дизайнерлердің бірі. Иә, жүннен киім жасаған дизайнерлердің бірі екен. Жақсы, молодец, жарайсың. Бақыт отыра ғой. Қыздар, және де бізде осы киізден түрлі өнерлер, қазір заманауи бағытында дамытып, осы киіз басып, киізден түрлі өнерлер жасап жатыр. Қазір бізде киім үлгілері жасап жатыр неше түрлі. Осы бізде Қазақстанның белгілі дизайнерлері осы киізбен арнайы жүнмен жұмыс жасап, киім шығарып жатқан. Кім айтады екен соны? Кім біледі? Бақыт жауап бере ғой. Ая Бапани дейді, иә? Ая Бапани естіген кезде біз көз алдымызға оның қолдан тоқыған және ұлттық киімдерін елестетеміз. Ая Бапани алғашқы белгілі дизайнер, осы жүн тоқудан алғашқы киімдерді шығарған дизайнерлер. Жүннен арнайы киім көбінесе журналдар немесе басқа да киімдерді шығарған дизайнерлер. Жарайсың, Бақыт, міне сізге бір жолыңыз. Осы жақсы жауап берген үшін. Міне, бірден ұлттық бағытпен жүннен жасалған жұмыстарды елестетеміз. Бұл өзінің шығармасында ең көп осы жүнмен жұмысын көрсетеді. Жүннен жасалған киім үлгілерін жасайды дизайнер. Бұл екі бастама дизайнердің визит картасы деп, мысалға әркімнің өзінің қолтаңбасы болады ғой. Хандар, бас киімдер және түрлі киімдер жұқа етіп жүнді бастыру арқылы осы киімдермен жасап дайындап шығарған өзінің бір шығармашылық туындысы. Көрдіңдер ма? Енді тағы бір келесі бір дизайнерлеріміз бар екен. Кім айтып шығады екен? Кім жұлдызай? Бұл апалы-сіңірлер Селина мен Майя Деватскийдің өзінің жеке туындылары. Олар көбінесе неше түрлі аң бұйымдармен өздеріне шығарып және
неше түрлі мойынға орағыштар, көздері жүннен жасалған шарфтар жасайды екен, иә? Міне өзінің Майя деген апалы сіңілі екі дизайнер, Дедовский деген Ресейдің белгілі дизайнерлері міне. Олардың шарфтары түрлі не дейді? Жануарларға ұқсайды екен. Иә, түлкілер, аққулар, мысықтар, иә, осылардың барлығы осының қолдан жасаған жұмыстары екен. Көрдік па, міне қыздар? Керемет жұмыс. Сабақтан біз сендерді бір жақсы көңіл күймен жұмыс жасайық деп мен сендерге бір жақсы гүлдер дайындап әкелдім. Ал өз қалауларымен сендер таңдап алыңдар. Керемет гүлдер әкелдім. Ендеше қолымызға гүлдің үстіне қарай екі топқа бөлініп жіберейік. Көрдің? Бөлініп алды, да? Қолымыздағы гүліміздің үстіне қарай екі топқа бөліндік. Шеберлер тобы және зергерлер тобы. Енді осы екі топтың таныс бұрын қауіпсіздік ережесімен танысамыз. Қауіпсіздік ережелері қайшыны жүкті дұрыс пайдалану, арнайы төсенішке мен ине салғыштарды қолдану, және жұмыс орнын таза ұстау, осының бәрі біздің қауіпсіздік ережесі. Яғни бүгін Сараманның жұмысты нұсқау картасы бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни қыздар, бүгін енді біз Сараманның жұмысты, яғни жүнмен жұмыс жасаймыз дедік, иә? Енді жүнмен осы жұмыс жасаудың екі тәсілі бар. Құрғақ басу тәсілі және дымқыл басу тәсілі деген екі тәсілі бар. Құрғақ басу тәсіліне бізге не қажет? Құрғақ басу тәсіліне мынандай бізде губка болу керек арнайы, мочалка губка, одан кейін флекс инелері деген бар міне. Арнайы міне жұмыс жасайтын мынау инелеріміз біздің, иә, міне. Осы инелермен мына жүнді, осы матаның бетін, матаны төсеп тұрып, матаның бетіне мына жүнді, міне, мынау бізде жүн. Осы жүнді бұлай ішіне кіргізу арқылы жұмыс жасалады. Матаның бетін десе, бүгінгі жұмысымыз негізі осы сулап басу тәсілі арқылы бізде моншақ жасаймыз. Жүннен моншақ жасаймыз. Ол үшін сіздерге қажетті нәрсе су, сабын су, және мынау біздің жүнді ұрғылайтын біздің тоқпағымыз, және бізге қажет мынандай міне. Мынандай етіп, осындай біз домалап шәліктер жасаймыз. Осы жүннен жасаған шәліктерімізді біз содан қалқа дайындаймыз. Сөйтіп тізбектеу арқылы Сараманның жұмысын жасау үшін бірінші алқапшымызды тағып алып, енді сіздерге су керек, міне жылы су, сабын су, және сабын қажет. Сосын кейін жүніміз, міне мынау жүн, және мынау біздің тоқпағымыз, яғни ішіне салып шарикті айналдыратын тоқпағымыз. Енді оны қалай жұмыс жасаймыз? Қараңдар бәріміз, көрсетейін. Міне жүнді аламыз, қолмен басып тұрып осылаймын. Көрдік па? Бірнеше рет. Міне, мына алынған жүнді, міне қыздар, осыдан бірнеше шарик жасап аламыз. Көрдік па? Енді мына сабын суға бүйтіп саламыз. Саламыз да, мына қолымызды мына сабынға бүйтіп саламыз да, мынаны бүйтеміз. Ана сабын суда мынау қолымызды сулаймыз. Мына сабынмен міндетті түрде көбіктетіп осылай жұмыс жасаймыз. Көрдіңдер ме? Мынаны ішіне саламыз да бүйтіп. Мынандай домалақ. Бұлай. Қойдық па? Мынаны енді бұлай аламыз да домалақтаймыз. Мына суға саламыз. Сабын суға саламыз да, мынаны қолмен ширатамыз. Міндетті түрде сабын, мынау сабын әбден қатты сабынды алу керек, қыздар. Қолдарын мынандай толық болу керек, міне. Мынандай сабында, міне. Қолды не қылып қатты сабындасаңдар тез ширайды, тез домалау. Келесі бөлімде қыздар осы жасаған тізбектеген осы моншақтарыңды жіпке тіземіз. Жарай ма? Ол үшін не істейсіздер шамалы?
Мына мочоктарыңызды көлем-көлеммен орналастырыңыздар. Міне қыздар, осылай қолдан шығады. Мынау кебеді, әлі кепкен соң өз реңіне кіреді әдемі. Жарайсыңдар қыздар. Міне шеберлер тобының моншақтары. Міне мына жерде бізде кері байланыс қашақтың, міне TikTok желісінде және үкілер арқылы. Осылардың қалағанына өздеріңіз кері байланыстарыңызды салып кетесіздер. Келесі сабақта осы сіздердің берген кері байланыстарыңды кері байланыс сабаққа дайындап қайсысын не түсінемін дегендеріңізді айтайық.